Қазір біз сананы қоқыстан тазарту медитациясын жасаймыз. Көзіңізді жұмыңыз, бірақ ұйықтап қалмаңыз. Денеңізді еркін ұстаңыз. Мұрынмен терең демалып, ауызбен шығарыңыз. Дәл осылай 3 рет жасаңыз. Назарыңыз дем алу мен дем шығаруда болсын. Дем шығарған сайын денеңізді бос ұстаңыз. Барынша босатыңыз. Бір сәтте ештеңе ойламаңыз. Тек дем алу жайлы, дем шығару жайлы ғана ойлаңыз. Ойыңыз әппақ қағаздай тап-таза болсын. Қазір біз денемізге тарап кеткен негативті ойлардан, ауыртпашылықтан, қоқыстардан тазарамыз. Ең алдымен назарыңызды миыңызға салыңыз. Миыңызды сканерлеп көріңіз. Басыңызда қаншалықты қоқыстар жатыр? Қаншалықты проблемалар жатыр? Қандай арыла алмай жүрген ауыртпалық және шешілмей жүрген, немесе шешілмейтін де сұрақтарыңыз бар? Қанша өкініштер жатыр? Қанша өзін кінәлаулар жатыр? Солардың барлығын елестетіңіз. Және не затқа ұқсап тұр? Барлығын жинаңыз. Барлығын жинаңыз. Бір қорапқа сол негативтердің барлығын салыңыз. Салдыңыз ба? Енді көзіңізде қандай жүргенішті көрініс жатыр? Немесе көргіңіз келмейтін қандай дүние жатыр? Сканерлеңіз. Және оны да жинаңыз. Бір шетке барлығын жинап алыңыз да екінші қорапқа салыңыз. Біз мидағы қоқыстарды жинап бір қорапқа салдық. Көздегі қоқыстарды жинап тағы да бір қорапқа салдық. Енді құлақ арқылы кірген негативтерді тексеріңіз және соларды бір шетке жинап сканерлеңіз. Ол қандай затқа ұқсайды? Олардың барлығын жинаңыз. Үшінші қорапқа салыңыз. Салыңыз. Енді тіліңізде тұрған айтқыңыз келмейтін, немесе айта алмайтын, ашумен, ызамен, өкінішпен, қайғымен айтып қоятын сөз қоқыстарын алыңыз да төртінші қорапқа салыңыз. Өкініш, реніш, боғауыз, айтқан немесе айта алмай қалған сөздеріңіздің барлығын төртінші қорапқа салыңыз. Енді тамақта тұрған, айтқыңыз келеді, бірақ айта алмайтын, айтуға духыңыз жетпей жүрген, қорқып жүрген негативті қоқыстардың барлығын жинап, бесінші қорапқа салыңыз. Бесінші қорапқа салыңыз. Енді көкірекке түсеміз. Кеудеңізге жиналған өкпе реніш, сізге айтылған ауыр сөздер,
немесе өзіңіз айта алмай жүрген, көкірегіңізде қап-қара болып тұрған, еркін демалуға кедергі жасап тұрған барлық қоқыстарды жинаңыз да 6-шы қорапқа салыңыз. Көкіректегі қоқыстарды жинаңыз да 6-шы қорапқа салыңыз. Барлығын салыңыз, қалдырмаңыз, салыңыз. Енді асқазандағы айта алмай жүрген, қорыта алмай жүрген сөздеріңіз болса, олардың барлығын жинаңыз. Неге солай болды? Неге менде олай болды? Неге именно менде осы нәрселер қайталана береді деген өкініштердің барлығын 7-ші қорапқа салыңыз. Асқазандағы барлық қоқыстарды мейір махаббатпен 7-ші қорапқа салыңыз. Келесі ол қуықта. Ер кісіге деген ашулы сөздеріңіз, реніш сөздеріңіз, өкініш сөздеріңіз, жек көру сезіміңіз барлығын жинап 8-ші қорапқа салыңыз. Мейір махаббатпен 8-ші қорапқа салыңыз. Салдыңыз ба? Жеңілдік. Келесі 9-шы қорапқа аяқтың жоғарғы жағынан бастап табанға дейінгі, яғни өзіңізді алға жылжытуға кедергі жасап тұрған, сенімділігіңізді аяқтан шалып отырған, күмән, күдік тудыратын, болашаққа үмітсіздік, қорқыныш тудыратын сезімдеріңізді жинаңыз. Жинаңыз. Жинадыңыз ба? Барлығын жинап 9-шы қорапқа салыңыз. Міне, біз бастан аяқ денеміздегі негативті сөздерді, ойларды, өкпе, реніш, ауыртпашылықты барлығын қораптарға салдық. Енді бастан аяқ тағы да бір сканерлеп көріңіз. Қай жеріңізде қоқыс қалып қойды? Ойыңызбен сканерлеңіз. Қай жеріңізде қоқыс тұр? Қараңыз, қай жерде сәл ауыртпалық тұр? Қай жерде кішкене қоқыс тұр? Алыңыз соны. Алыңыз да 10-шы қорапқа салыңыз. Оны да алыңыз. 10-шы қорапқа салыңыз. Мейір махаббатпен салыңыз. Қазір сіздің бүкіл бойыңыздағы қоқыстарды, өзіңізді, бүкіл жан дүниеңізге кедергі келтіріп жатқан, табиғатыңызға кері әсер беріп жатқан қоқыстарды тазартып, барлығын сіз қораптарға салдыңыз. Керемет. Енді бұл 10 қорапты көз алдыңызға елестетіңіз. Ол жағымсыз түсте тұр. Көз алдыңызда 10 қорап тұр. Енді осы 10 қорапты мейір махаббатпен Аллаға тапсырыңыз. Я Алла, өзіңе тапсырамын. Мен бұл қоқыстардың барлығын өз еркіне жібердім. Маған енді бұлар керек емес. Менің өмірімдегі барлық мәселелерімді, сұрақтарымды Алла өзіңе тапсырдым. Маған өзің реттеп бер.
маған шығу жолдарын көрсет. Мен саған осылардың барлығын бағыттадым. Бүгіннен бастап менің өміріме күш-қуат ендір. Менің күш-қуатымды арттыр. Менің өзімнің әйелдік табиғатымды аш. Өз табиғатыма жақындайын. Енді қазір бастан аяққа дейін тазарған денеңізге Алланың мейірімі, Алланың махаббаты, Алланың нұры жауып жатыр. Оның барлығын өзіңіздің басыңыздан аяғыңызға дейін қойыңыз. Жай ғана ашылып, Я Алла, мені өзіңнің мейір махаббатыңа шомылдыр. Өмірлік күш-қуатыңа мені шомылдыр. Менің бойыма өз нұрыңды құй. Бастан аяққа дейін сол нұрды өзіңізге құйыңыз. Денеңізден өтіп жатқанын сезініңіз. Бастан аяқ нұр үстіңізден құйылып жатыр. Шомылыңыз. Және денеңізге қабылдаңыз, сіңіріңіз. Мен қазір 5-ке дейін санаймын. 1 дегенде көзіңізді ашасыз. 5. Сіз дәл қазір медитация жасап жатырсыз. Бүкіл денеңізге Алланың нұры, мейір махаббаты, молшылығы, берекесі құйылып жатыр. Сіз сезініңіз. 4. Сіз өзіңіздің жеңілдеп қалғаныңызды сезіп жатырсыз. Дәл қазіргі ыңғайыңызды сезініңіз. Бас, бел, қол, аяқ, әрбір дененің клеткасын сезініңіз. 3. Бүкіл денеңізге жылу тарап жатыр. Бүкіл денеңізге жылу тарап жатқанын сезініңіз. Нұрдың тарап жатқанын сезініңіз. Өзіңіздің мына әлемнің бір бөлшегі екендігіңізді сезініңіз. Сіздің бақытты болуыңыз әлемнің бақытты болуы екенін сезініңіз. 2. Қуанышты сезініңіз. Қуаныңыз. Жай ғана күлімдеңіз. Сенімділікті сезініңіз. Мейірімділік сезініңіз. Қазір 1 дегенде үстіңізде Алланың жаудырған нұры, шексіз мейірім махаббаты, шексіз молшылығы, шексіз күш қуаты, шексіз берекесі жауып жатқан сезімде көзіңізді ашыңыз. 1. Көзіңізді ашыңыз. Терең демалыңыз. Күліңіз. Жан жаққа қараңыз. Керіліңіз. Қуанышты, бақытты әйел ретінде өзіңізді сезініңіз. Терең демалыңызшы. Қандай рахат, денем түршікті. Керемет, өте қуаныштымын. Сіз бақытты болсаңыз, әлем бақытты болады. Сіз қуанышты болсаңыз, әлем қуанышты болады.
Сіздің ішкі жан дүниеңізде тыныштық болса, әлемнің жан дүниесі тыныштық болады. Осыны ұмытпаңыз. Өйткені әрбір адам өзінше бір әлем. Барлық әлем қосылғанда 18.000 ғаламды құрайды. Ал енді бөліссеңіздер болады. Қай жерден, қандай кейіпте, қандай түсті қоқыстарды көрдіңіздер? Тамаша, қыздар, біз кәдімгідей ауыртпашылықты жібердік. Алла берекесін берсін. Бұл медитацияны 3 күн мен 7 күн аралығында жасасаңыздар, бүкіл денелеріңіздің тап-таза болғандарына көздеріңізді жеткізіңіздер. Тек күніне 1 рет ғана жасау керек. Сонда ғана сіздердің саналарыңыз қоқыстан тазарады. Қоқыстан тазарғанда ғана сіз мына әлеммен байланыс орнатасыз. Кәдімгідей сезе бастайсыз, кәдімгідей өзгерістер болады. Ал қыздар, келесі сабаққа дейін сау саламатта болыңыздар. Қайырлы түн.